Әріптестер, зерттеу жоспарын құру, зерттеу тақырыбын анықтау, оның барлығы сіздер осы процессті түсініп алғаннан кейін өздеріңіз өз бетіңізбен жүзеге асыруға болатын дүниелер. Сондықтан да мен оларға аса тоқталып жатырған жоқпын, иә. Жоспарды қалай жасау керек, зерттеуді қалай жүргізу керек, зерттеудің проблема неден бастау керек, зерттеу сұрағын қалай жасаған дұрыс, олардың барлығына тоқталып кеттім. Енді бір ғана тоқталатын дүние бұл жалпы әдебиетке шолу не үшін маңызды, не үшін қажет, сол жөнінде ақпараттарды сіздерге айта кетейін. Енді жалпы әдебиетке шолу деген ол өзекті бөлігі зерттеудің. Өйткені сіздің зерттеудің нәтижелі болуы, сіздің зерттеуге қажет идеялардың қорын жинау, немесе зерттеуге қажет әдіс тәсілдерді табу осы әдебиетке шолумен тікелей байланысты. Сіз өздігіңізден, өз ойыңыздан ешнәрсе шығара алмайсыз. Барлығын міндетті түрде ғалымдардың, сізге дейін жазып кеткен, өзіңіз сияқты әдіскерлердің немесе педагог әріптестердің ғылыми жұмысының негізіне сүйене отырып, сіз одан идея аласыз, иә. Ол көшіру деген сөз емес. Зерттеу жазған кезде әріптестер дұрыс түсініңіздер, сөзбе-сөз, сөйлем етіп көшіріп алу емес мақсат. Мақсат олардан идея алу және өзіңізге бейімдеп, қолданып, соның нәтижесін көру. Сондықтан да әдебиетке шолу кезінде басқа адамның еңбегін қалай пайдаланамын, қалай қолданамын деп ол маған аса қажет, жараспайды деп салыңыз суға кетпесін. Оның барлығы кәдімгідей дұрыс дүние, яғни ол әдебиетке шолу кезеңінде жатады, кезеңіне енеді сол зерттеу процесс кезінде. Енді зерттеу кезінде сізге қандай базалар көмекке келуі мүмкін, неге сол жөнінде тоқталамын. Бірден айта кетейін, әріптестер, жалпы іс-әрекетімізді зерттеу, өзімізге анализ жасау деген бұрын аса көп қолданылмады ғой. Қазіргі кезде сабақты мақсатқа сай өткізу және жаңа форматқа ену, жаңартылған бағдарламаға кірісу кезінде енді мұғалім өзінің іс тәжірибесін зерттеу, өзіне жетпей жатқан тұстарды жетілдіру және әрмен қарата дамыту, жақсарту деген түсініктер бірге қазір қолданылып жүр. Сондықтан да біздер зерттеу жасаған кезде міндетті түрде базаларды қарауымыз керек, іздеуіміз керек. Егер де сіздерде қолыңызда қағаз нұсқадағы кітап болмаса, міндетті түрде оның электронды нұсқасын табуға тырысу керек. Және электронды нұсқада көптеген ғалымдардың басылымдары, зерттеу еңбектері қазіргі кезде базаларға салынып жатыр. Яғни зерттеу барысында сіздерге қандай базалар көмекке келуі мүмкін, сол жөнінде бірер ауыз қазір айтып кетемін. Жалпы сіздің әдебиетке шолу деген бұл қорытындыны жалпы қамтитын, академиялық мақалаға іргетас қаланатын, өзіңіздің авторлық жұмысыңызды жазуға негіз болатын, қор жинайтын негізгі бөлім. Яғни бәріміз қазір айтамыз ғой, және ұстаздарға міндеттеп жатыр, авторлық бағдарлама жазу деп. Авторлық бағдарламаны сіз әрине оны көшіріп алмайсыз, оны ақша төлеп ешкімге жаздыртпайсыз, оны кәдімгідей өзіңіз жазасыз. Сіз оны қалай жазасыз? Әрине осы зерттеу негізінде. Сізде қандай проблема туындады, соны бірінші анықтап аламыз. Одан кейін соның шешу жолына қатысты жоспар құрамыз, жоспарға сай іс-әрекетке көшеміз. Авторлық бағдарлама жазу кезінде сіздер осы әдебиетке шолу, зерттеудің әдебиетке шолу бөлімін тереңірек қазбалап, қазып, өзіңізге әдістемелік бағытта қор жинақтайтын болсаңыз, авторлық бағдарлама жазу деген түк емес болып қалады. Яғни авторлық бағдарламаның өзі де осы сіздегі проблеманы дамыту. Сіздер бұрынғы кезде элективті курс деген жай ғана курс ретінде өтіп, мысалы толықтай сіз оған енбеген болсаңыз, енді қазіргі кезде элективті курсты әрмен қарата дамытып, мысалы аптасына 1 сағат болатын болса, сіз жыл бойына 34 сағатқа, ал егер де аптасына 2 рет болатын болса, жылына 68 сағатқа шақтап, кәдімгідей авторлық бағдарламаны жазып шығасыз. Яғни авторлық бағдарламада сіз әр элективті сабағыңызда осындай
зерттеу барысында қандай әдіс тәсілдерді қолдандыңыз, қандай жаңадан методикаларды қолдандыңыз, соларды сабақ процесінде элективті курстың сабағына енгізіп қоюыңызға болады, яғни авторлық бағдарламаңызға енгізуге болады. Және солардың негізінде өзіңіз жаңадай бейімдеп, құрастырып, жаңадай біреуін байқап көріп, екіншісін түзетіп, соның нәтижесінде сізде кәдімгідей қор жинақталады. Сол қордың негізінде өзіңіздің авторлық бағдарламаңызды жазып шығуға әбден болады. Яғни авторлық бағдарламаны осы зерттеу негізінде алып та жасай берсеңіз болады. Өйткені зерттеу деген сіздің проблемаңызды шешу ғой. Ал авторлық бағдарлама осы өзіңіз ойлап тапқан, өзіңіз құрастырған, авторы өзіңіз ешкіден көшірмеген дүниені шақтап оқушының дамуына көмекші құрал ретінде пайдалану. Яғни авторлық бағдарламаға қоса оның жұмыс дәптерін де дайындауыңызға болады. Яғни ол өзіңіздің авторлық дүниеңіз болып саналады. Бірақ біреуден көшіру деген сөз емес. Сосын мен жалпы айтар едім, әрбір ұстазға авторлық бағдарлама жазу деген бұл қиямет қайым емес ешқандай да. Бұл сіздің қолыңыздан келетін дүние, тек сіздің барлық кедергілер сіздің ойыңызда болуы мүмкін. Сіз ойыңызды шектеп тастайсыз, менің қолымнан келмейді деп. Содан сіз кәдімгідей ойланып, кәдімгідей қиналып, менің қолымнан шынымен де келмейді деп адасып жүруіңіз мүмкін. Тек авторлық бағдарлама жазудың жолын, тәсілін, жалпы схемасын біліп алсаңыз, сізге ол ешқандай да кедергі қиын болмайды деп ойлаймын. Одан кейінгі келесі, жалпы сіздің проблемаңызға қатысты, осы әдебиетке шолу кезінде сіздің проблемаңызға қатысты әдебиет жаңағыдай әдістемелік база жинақталады дедік, әдебиетті шолу кезінде. Сіздің дәлеліңіз көп болады. Егер сіз зерттеу жасайтын болсаңыз, сіздің ақпараттық қорыңыз молаяды. Яғни әдебиетке шолу бөлімін зерттеудің жақсы етіп меңгеріп, және жақсы етіп кәдімгі жүзеге асыруларыңыз қажет. Яғни тек сөз жүзінде қалып қоймау керек, іс жүзінде жүзеге асу керек. Жалпы әдебиетке шолудың маңызы неде дейтін болсаңыз, қараңыз, зерттеуіңіз бойынша сұрақты игеру деңгейіңізді анықтайды, яғни сұрағыңыздың қаншалықты деңгейде игере алдыңыз, соның нәтижесін көруіңізге болады. Және қажетті ақпарат дұрыс таба алуыңыздың жалпы көрсеткіші. Сіз өзіңіздің әдебиетке шолу бөлімін зерттеудің жақсы жүргізген болсаңыз, сіз оң шешімді тез арада табуыңызға болады. Одан кейін әдебиетке шолуды жалпы қалай жүргізуге болады? Мен осы презентацияны сізге әріптестер PDF нұсқаға айналдырып, топқа жіберемін, сол себептен де мен барлығына бірдей тоқталмауым мүмкін. Одан кейін жалпы менде қараңыздар, зерттеудің тақырыбы осы 2015-2016 оқу жылында блог арқылы оқушылардың жазылым дағдысын қалай жетілдіруге болады деген сұрақ қалдым. Яғни ағылшындарда блогты қалай жүргізеді, қалай тиімді жүргізуге болады, және ол оқушының қандай қызығушылығын оятады, осы жөнінде зерттеу менде жазылым дағдысын дамыту болды. Проблема зерттеу тақырыбым осы блогты пайдалану арқылы оқушының жазылым дағдысын қалай дамыта аламын деген сұрақ туындады. Сол кезде мен енді көбінесе осы блогқа қатысты, ол кезде 2015-2016 қазіргідей Инстаграмның немесе басқа да әлеуметтік желінің шарықтап дамып тұрған кезі емес. Ол кезде әлеуметтік желіні, Инстаграм әлеуметтік желісі тек қана фото, видео, фото электронды нұсқадағы фото альбом ретінде пайдаланатын еді. Қазіргі кезге дейін, осы қазіргі сәттегі Инстаграм болған кезде мен мүмкін сол Инстаграм арқылы оқушылардың жазылым дағдысын қалай жетілдіруге болады деп мүмкін мен алар едім деп ойлаймын. Ол кезде бірақ ондай әдебиеттер болған жоқ. Сол себептен мен әдебиетке шолу барысында тек бір сарынды блогты ғана пайдаландым. Мінекей осындай ағылшындардың мақалаларын оқып шықтым, блог жазуға қатысты. Енді қараңыздар, жалпы осы блог жазу деген шағын ғана тоқталатын болсақ, зерттеу тақырыбы, яғни блог арқылы қалай жазылымды дамытуға болады. Негізгі әдебиетке шолу жасайтын болсаңыз, блог деген бұл 20-шы ғасырдың соңында кәдімгідей білім беру жүйесінде міндеттер қолданылған екен. Дамыған елдерде, бізде әрине әлі ондай толықтай ене қойған жоқ, бізге енді ғана келіп жатыр. Ал және блог 20-шы ғасырдың соңында кәдімгідей білім беру жүйесіне енгізілген сабақ процесі ретінде оқушы блогты үнемі пайдаланып отырады екен. Яғни қазіргі кезде жетіп келе жатыр.
мысалы педагогтарға қазір әлеуметтік желіні сұрайды, және өзіңіздің жеке авторлық сайтыңыз бар ма деп сұрайды, немесе электрондық почтаңыз қандай дейді, иә, сіздің тіптен резюмеңіз қандай деп электронды резюмені айтып отырмын бұл жерде. Сөйтіп сұрауы мүмкін. Кейбір жаңағыдай алда жүрген мектептер осы жұмысқа орналасар кезде міндетті түрде осылар талап етеді. Яғни сіздің блогыңыз бар ма? Сіздің блогыңыз оқырманның қандай проблемасын шешеді? Сіздің әріптесіңізге қандай көмек көрсете алады? Оқушының қандай проблемасын шешеді деген кәдімгідей үлкен актуалды мәселе шетелде. Бірақ дамыған елдерде, шетелде дегенде жалпы дамыған елдерде. Бірақ біз енді оған келе жатырмыз. Бірақ кейбір мектептің басшылығында сұрайды екен. Яғни сіздің әлеуметтік желіңізге қарап, сіздің қандай тұлға екендігіңізді біз көре аламыз деп. Ал бізде тек қана бір бет қағаз қазіргі кезде резюмеге қарап, әлі күнге дейін сол үрдіс бар. Бір бет резюмеге қарап, біз кәсіби деңгейімізді анықтауға тырысады. Бірақ ол әрине мүмкін емес. Ал жалпы ұстаздың кәсіби дамуы бұл ұзақ процесс, яғни ұзақ жылдардың жемісі. Ал оның барлығы өзінің блогында көрсете алса, сауатты көрсете алса, қазіргі кезде ол сіздің айнаңыз деуге де болады. Яғни осы оқушыларға блогты пайдалану арқылы жазылым дағдысын жетілдіруді әдіс ретінде кәдімгідей алып, блог ашып, оқушыларға жазылым дағдысын эссеге тақырып беріп, оны жаздыртып, грамматикалық, пунктуациялық қателерге мән беріп, бір-бірімізге кері байланыс жасап, қай жерін дұрыс жетілдіру керек. Кәдімгідей коллаборация дейді ғой, оқушыларменен, жаңағы мен жетекші мұғалім болдым, үстеріне қарап отырдым, тексеріп, тапсырманы оқушылар өз бетімен орындады. Яғни бірнеше кедергілер де болды ол жерде. Оның барлығын қазір тоқталып өтемін сіздерге. Енді қараңыздар, қажетті әдебиеттерді, құжаттарды қайдан іздеуге болады? Яғни іздеу жүйелері, журналдар бар арнайы. Одан кейінгі арнайы веб-сайттар бар, мінекей, халықаралық, мысалға қазіргі кезде бізде ол Scopus деген арнайы мақаланың құжаты, тіркейтін номері көп баспаларда ол жоқ әрине, бірақ дамыған елде ол бар. Біз бірақ соған бейімделуіміз керек міндетті түрде. Өйткені ол жерде ешкімнен көшірмейді. Осындай авторлық мақала, өзінің жеке авторлық жаңағыдай мақаласын, зерттеу жұмысын жазады. Енді шыны керек, қазіргі кезде біздерде көшіру деген енді белең алып тұр ғой, көшіру деген көп. Біз соны негізінен шешуіміз керек. Мысалға мына Финляндияда егер де оқушы сабақ кезінде көшіретін болса, ол оқушы үшін өмір бойы қара таңба болып басылады екен. Яғни ол оқушы мектептен шығарылады, және көшіру арқылы мектептен шықты деген кәдімгідей біткен құжат сияқты қолдарына ұстатады екен. Сол құжат оқушыда болатын болса, онда оны басқа да мектептер өздеріне қабылдамайды. Яғни оларда бір-бірінен көшіру деген ұғым жоқ деуге болады. Біз сондай иммунитетті қалыптастыруымыз керек, әріптестер. Сіздер дауыстарын өшіріп қойсаңыздар қазір. Одан кейін әріптестер қараңыздар. Мына халықаралық ғылыми базалар. Мына осы базалардың ішінде бірнеше салаға қатысты әдеби, ғылыми мақалалар, басылымдар бар. Неге соларды алып ішіне қарап, кітаптар бар, диссертациялар бар. Мына Google School дегенде енді қазақша көп жоқ бұл жерде. Енді мүмкін бар шығар. Соңғы кезде мен оны қараған жоқпын. Қазіргі кезде көптеген жас ғалымдар зерттеумен айналысып жатыр, жақсы зерттеулермен. Соларды осы базаларға енгізген болуы мүмкін. Сіздер осы базалардың ішінен жалпы өзіңіздің проблемаңызға қатысты бірнеше мәліметтерді табуларыңызға болады. Одан кейін Академия Еду деген бұл ғалымдардың бірлескен әлеуметтік желісі 2008 қыркүйекте ашылған. Енді әріптестер, бұл жерде сіздерге жалпы зерттеуге идея қорын ұсынғым келеді. Осы кезге дейін зерттеу конференцияларына қатысқан кезде қандай тақырыптар болды? Ұстаз ретінде педагогқа қажет қазіргі кездегі актуальды деген тақырыптарды мен бір 10 шақты тақырыпты алдым. Кейіннен осы вебинар тобы бір аптаға сақталады, вебинар талқылап жүреді. Сол топқа зерттеуге қажет қосымша тағы да бір 10 шақты тақырыпты ұсынамын мен. Бұрын конференцияға қатысқан кезде өзіме түртіп алған тақырыптарды жазып сол жерге жіберемін. Яғни сізге идея қоры болу үшін, ол көшіру мақсатында емес. Дұрыс түсініңіздер, әріптестер.
Бірінші кездесетін тақырып, көп кездесетін, ың дыбысын сауатты жазуға және айтуға қалай жаттықтыруға болады дейді зерттеу тақырып. Екінші, жазылым жұмыстарын қызықты ұйымдастырудың жолдары қандай? Шынымен де қазір оқушылар жазылым десе ой деп қолын бір сілтейді ғой, ал оның бірнеше қызықты ұйымдастыру жолдары бар екен. Екінші, тілді игеруші сыныпта аудиовизуалды материалдарды қалай тиімді ұйымдастыруға болады? Мына жерде мысалы екі тілмен байланысты алуға болады. Одан кейін келесі, оқушылардың зерттеу дағдыларын сабақ процесінде қалай дамытуға болады? Келесі сұрақ. Келесі зерттеу тақырыбы математика сабағында, кешіріңіз, былай түсіп кеткен. Математика сабағында шынайы өмір тәжірибесіне негізделген тапсырмаларды шешуді қалай үйретуге болады? Шынымен де қазір біздер математиканы 5-ке оқыды дейміз, бірақ өмірмен байланыс жоқ. Яғни математиканы үнемі өмірмен байланыстыра отырып оқытатын болсаңыздар, оқушының есінде мәңгіге қалады және өмірде оны қолданады. Яғни соны зерттеу тақырып ретінде алған екен. Екінші, келесі, фантастикалық шығармалар жазыту арқылы оқушылардың шығармашылық ойлауын қалай дамытуға болады? Яғни фантастикаға құмар ғой қазір оқушылар. Неке сол қырын алуға болады. Оны тек қана әдебиет пен қазақ тілінде емес, барлық пәндерге де қолдануға болады. Тек соның жолын сіздер іздеп табуларыңыз керек. Кілт сөздерді қолдану арқылы графиктік, кестелік және суреттік мәліметтерді өңдеу дағдысын дамыту. Ал келесі, бастауыш сынып оқушыларына дағдыларды қалай меңгертуге болады? Оның ішіне жалпылама алынған, сіздегі ол кездесетін қиындық айтылым болуы мүмкін, жазылым, оқылым, тыңдалым болуы мүмкін, немесе грамматикалық сауаттылық болуы мүмкін. Яғни осы сұрақтар негізінде сіздерге идеялар қорын жасақтадым. Яғни сабақ зерттеуге бағыт болу мақсатында. Әріптестер, осы тұста идеялар қорын ұсынғаным сіздерге дұрыс болды ма? Мен сұрақ қояйын деп едім, негізі. Сіз және айттыңыз ғой, проблема сосын оның шешу жолдары деп. Жалпы бұрын дебат ойнадыңыз ба сіз? Жоқ, дебат ойнамадым. АПФ форматтағы сіздің айтып отқан неңіз, жолдары бар ғой. АПФ форматтағы саяси форматқа келеді екен. Ол жерде дәл солай. Проблема табасың, статистика қоясың. Шешу жолдарын ұсынасың. Соған сәйкестендіріп айтып жатыр ма деп қойған ғой сұрақ. Жоқ, мен кәдімгідей мұғалімнің іс-әрекеттегі зерттеуі қандай, сол негізде айтып жатырмын. Басқа емес, сіздерге TEDx форматында, әлде болмасын жаңағыдай, сіз айттыңыз ғой, қалай деп айтып едіңіз? АПФ форматта несі? Дебаттың АПФ форматы. Жоқ, мен бұрын ол дебатқа қатысып көрген емеспін. Мен кәдімгідей мұғалім сабақта қандай зерттеуді алған дұрыс, және зерттеуді қалай жүргізу керек, сол жөнінде айтып жатырмын мен сіздерге. Мен ешнәрседен ауытқып қалған жоқпын. Жоқ, мен сізді ауытқыды деп емес, соны сұрайын деп жатырмын да, сол сияқты ма деп. Сол статистика келтіреді, мысалы, зерттеу жұмысында біз статистиканы орнына, мысалы, біз өзіміздің оқушылардың жұмыстарын келтіреміз, қиындық тудырған. Келтіресіздер, және оны деген кәдімгідей салыстырып жазасыңыздар. Мысалға, бір оқушыны алуға болады, немесе 3 оқушыны алуға болады, топтап алуға болады, немесе сыныпта алуға болады. Сұрайын деп едім, сосын бізде биыл біз мектепке келген кезде осы марттан бастап lesson study деп айтты да оқушыларды. Соны біз мүлде түсінген жоқпыз. Түсіндіретінде дұрыс. Әйтеуір былай айтты, 5 пен, 4 пен, 3 пен оқитын 3 оқушыны аласыңдар. Соған зерттеу жүргізесіңдер. 3 пен оқитын бала неге 5 пен оқуға шамасы жетпейді? Оған қандай проблема бар? Соны зерттеп 3 пен оқитын баланы жоғарыға қарата көтеру деп. Сол кезде класс бойынша 3 баланы ала ма? Біреулер айтады да, жоқ, общий класс бойынша проблеманы алып, одан кейін барып сол классқа шешуге жолдарын ұсынатын шығар, өйткені бір баламен ғана шектесе, ол жерде бір оқушы емес қой, бір оқушы емес. Жалпы тек қана мысалға оқушылардың барлығы былай да алуға болады. Оқушыларда сыныпта оқушылар дарынды болып, ішінде тек үлгермеуші оқушы 1-2 болатын болса, әрине дарынды оқушылардың қатарына қосам деп олай алуға болады. 3 А, Б, С оқушысы деп.
Ал енді бұл жерде А оқушылары, Б оқушылар, С оқушылар деп 3 деңгейге бөліп алғаныңыз дұрыс. Негізінен lesson study'ді негізінен 3 оқушы деп алады көпшілігі. Бірақ енді сіз бүкіл сыныптағы проблеманы 3 кезеңге бөліп, мысалға төменгі деңгей, орта деңгей, жоғарғы деңгей деп, сол жоғарғы деңгейге жеткізудің жолын ұсынуыңыз керек. Соны табуыңыз керек. Ол жерде lesson study'дің бір ерекшелігі жалғыз өзіңіз емес, әріптестермен бірлесе отырып, және ол әріптестер тек қана қазақ тілі мұғалімі емес, мысалға басқа пәндер бірлесе отырып жасайды. Түсінікті болды ма менің жауабым? Түсінікті. Иә, рахмет. Егер де сіздің оқушыңыз қазақ тіліне географиядан айтылымда қиналатын болса, сол география мұғалімімен байланыстырасыз. Немесе математика кезінде өзінің жауабын айтуға қиналатын болса, мысалға, сіз сол оқушыменен, мұғалімменен, әріптеспен, математик әріптеспен бірге отырып жасайсыңыз. Және былай да алуға болады. Егер де сіздің оқушыңыз мысалға тағы қандай пәндер бар? Физикадан эссе жаза ма? Қазір осы бір эссе жазады деп естідім бір әріптестерден. Қорытынды эссе жазады екен. Сол қорытынды эссе жазуға қиналады дейді. Сонда оқушылардың жазылым дағдысын дамыту. Ол мысалға басқа орыс тілі пәнінде де сондай болуы мүмкін. Яғни сол проблема кездескен әріптестер бірлесе отырып, осы оқушыларды анықтап, талқылап, сосын барып зерттеу жасап, оң шешімін табу. Енді қазір әріптестер сіздерге талқылау сәтті, ұсыныс пікір күтемін. Жалпы қазір енді келесі мен өз тәжірибеммен көрсететін боламын, сіздерге мысал ретінде. Бірақ сіздерге сөз бергім келіп отыр. Жалпы осы қазіргі сәтке дейін тек теориялық қана мәліметтерді айттым, және ішінде арасында практикадан да қосып отырдым. Жалпы вебинардан күткеніңіз жүзеге асып жатыр ма? Вебинарда не күттіңіз, және сол күткеніңіз ойыңыздан шығып жатыр ма? Соны білгім келеді сіздерден. Бір-екі әріптес ұсыныс білдірсеңіздер болады. Ол жерде мақсат мақтау емес, немесе мақтау сөз есту емес, шынымен де сіздерге пайдалы болды ма? Мен өзімнің ойлағанымдай жүзеге асып жатыр ма? Соны білгім келеді. Әлде бұның барлығы сіздер білетін дүниелер ме? Мен айтып отырмын. Бастауыш сыныптарда тақырып таңдау жағынан мен өзіме жақын тақырыпты білдім осы жерден. Сіздің ұсынып отқан 10 тақырыптың ішінен. Орыс сыныпта, қазақ сыныпта, енді қазақ балаларда отырады да, жаңағы ың әріптерін жазу қиын ғой. Сол туралы бастауыш сыныпта алуға болады екен тақырыпты. Ауқымды заттар біраз білдім. Зерттеу жағынан осы қиналып жүретіміз. Бізде қазір эксперт бірінші санаттар көтерілгеннен кейін сұрайды ғой. Соларға міндетті деп жатыр ғой. Енді педагог болғаннан кейін сіздер білулеріңіз керек дегеннен кейін оны бұрындары біздер енді жасыратын жоқ, жаздырып алып, дайынды көшіріп алып жүрдік қой. Соған осы неден мен біраз алдым. Сол бағыттарын біліп жатырмыз, бағыттарын. Жақсы. Тағы да қандай ұсыныс бар, әріптестер? Мен келесі практикалық бөлімге көшейін, тезек уақыттарыңызды алмайын сіздерге. Мен жаңа айттым ғой, әріптестер, 2015-2016 жылы оқу жылында осы блог арқылы оқушылардың жазылым дағдысын қалай дамытуға болады деген тақырыпты алдым деп. Ол жерде блогтың өте пайдалы екендігін, қазір мен сол турасында сіздерге айтып өтейін. Мен қараңыздар, әріптестер, қазір мен сіздерге сол жазған қорытындыны көрсетемін. Мінекей, әріптестер, бір жыл бойына, сіздерге көрініп тұр ма экран? Көрініп тұр. Иә, көрініп тұр. Мінекей, қарап отырсаңыздар, іс-әрекеттегі зерттеу жұмысы, бұл менде 14 беттен тұрады екен.
яғни бір жыл бойына мен зерттеу жүргізген кезде зерттеудің менде проблема жазылым дағдысын дамыту болды 8 сынып оқушыларына. Зерттеу тақырыбы бұл блог арқылы оқушылардың жазылым дағдысын қалай жетілдіруге болады деген сұрақ. Мінекей қарасаңыздар, Оксана Викторовна деген орыс тілі мұғалімі және қазақ тілі мұғалімі. Бізде проблема бірдей болды, бірақ қосымша әдебиеттерді бірлесе отырып іздендік, бірақ екі бөлек зерттеу жұмысын жасадық. Яғни ол әріптес әдістерді өз бетінше қолданды, мен өз бетінше қолдандым. Бірақ жұмысымызды жеңілдету үшін екі пән мұғалімі бірлесе отырып жұмыс жасадық. Яғни сіздерге де ұсыныс, сіз қазақ тілі мұғалімі болсаңыз, орыс тілі пәніменен де осылай дағдыларды дамытуға бірлесе отырып жұмыс жасауыңызға болады. Я болмасын басқа пәнменен де кіріктіріп алуыңызға болады. Бұл тақырыпты мысалға айттым ғой, оқу жылының соңында 2 ай бойына мысалға есеп жаздым деп, мен сәуір айында бастаған болсам, наурыздың соңында бастадым, наурыз, сәуір, мамырда әйтеуір бітірдім мен бұл есепті жазып, Сонда бұл тақырып таңдап алуға не себеп болды деп сұрақ қойдым. Және жазылымға қиналатындығын жаздым. Одан кейінгі келесі зерттеудің мақсаты не? Сол жөнінде тоқталдым. Яғни оқушылар емтиханда жазылым компонентіне қиналатын еді. Аргументті эссе жазу. Неге соны шешу үшін осы жазылым зерттеу жұмысын алдым. Одан кейін жоспар құрдым. Жоспарды қандай іс-әрекеттер жүзеге асу керек екен. Әдебиетке шолу жасадым. Әдебиетке шолу барысында қандай ғалымдардың еңбектерін іздендім және ол маған қалай әсер етті. Неге сол жөнінде мен анализ жасап, кәдімгідей жаздым. Одан кейінгі сауалнама. Оқушыларға мысалға сауалнама 22 оқушы қатысқан екен. Және оқушыларға осы блогтың қандай пайдасы болды ма, сол жөнінде, немесе пайдасы жағы қандай, сол жөнінде оқушылардың сауалнама нәтижесінде оқушылардың жауабын алдым. Одан кейін мына жерде оқушылардың жауабы белгіленіп тұр. Одан кейін қандай кемшіліктер болды, соны да жазыңыздар дедім. Көзімізге зиян, компьютерда көп отырып қалдық деген секілді бірнеше жаңағыдай кедергілерді де айтып өтті. Мына жерде статистикасын шығардым. Сосын жазылым дағдысын ұсынған кезде міндетті түрде мен критерий бердім, жазылымның критерийі. Мысалы, мәтіннің талапқа сай жазылуы, аргумент, қорытынды, тезис қолдану, аргументтің нақтылығы, тезис арқылы өз ойын жеткізе білу. Яғни, мысалы, бірінші блог ашып, оны тіркедік, мінекей жазылым тапсырмаларын орындады, оқушылар бір-бірлеріне кері байланыс жасады, А оқушысы, Б оқушысы деп алдым. Яғни деңгейіне, мысалға, эссе жазуды қиналатын, эссе жаза алатын, үшіншісінде эссені сауатты жазуға жоғары деңгейге жеткізу үшін осындай қиындықтарды шешуге осы блогты пайдаландым жазылым дағдысын дамытуға. Оқушылар бір-біріне кері байланыста жазып, жаңағыдай дағдыланды. Одан қала беріп пікір қалдырып, сауатты пікір қалдыруды үйренді. Және грамматикалық сауаттылықтарын және эссе жазуды дамытуға кәдімгідей біраз көмегі болды. Енді бұл жерде сосын қорытынды ой, жетістіктері қандай болды осы зерттеу барысында. Блогты жазба жұмысында пайдалану, аргумент эссе жазып үйрену, пікір қалдыру, пікір алмасу, қатені түзету. Өйткені мен грамматикалық тапсырмаларды да ол жерде ұсынып отырдым ғой, қосымша. Яғни грамматиканы бірге кіріктіріп оқытып отырдым, Өйткені оқушылар жазылымнан қиналады, грамматиканы қолдануда қиналады. Ойым шашырап кетіп жатыр ғой. 10 минуттан кейін ажырайды екен. Одан кейін жаңа идея, қатені түзету, бір-біріне пікір айту, сын пікірді қабылдай алу, оқушылардың сондай дағдылары қалыптасты. Осын қате көрген кезде бірден келесі оқушыға мына жерде қателестің деп пікірін айта алатындай, қатені түзете алатындай дағдылар қалыптасты. Басқаның қатесін қайталамау деген секілді жұмыстар жүргізілді. Кемшіліктері әріпті жай теретін оқушылар болды. Ойды жинақтау қиындық келтірген оқушылар болды. Өйткені апай біз дәптерге жазған ыңғайлы, компьютерге жазған кезде ойымыз шашырап кетеді дейді. Көздің көруін нашарлатты деген бір оқушы болды, және ғаламтор жасамай кедергі келтірді деген де оқушылар болды. Яғни осындай мен зерттеуімнің нәтижесі осындай болды. Одан кейінгі келесі
қайда еді? Келесі менің мақалам болып еді. Қазір мақаланы ол кейіннен сіздерге онда жіберермін. Мына жерде қарасаңыздар, қазақ тілі сабағын саралап оқытудың түрлері мен тәсілдері, иә. Осы бір конференция қатысқан кезде қорғап шықтым. Мына жерде жалпы қандай еңбектерді қарадым, саралап оқытуға байланысты сол туралы айттым. Және осы жерде маған ең қатты ұнағаны осы қазақ тілі сабағында, әсіресе орыс топтарына қазақ тілін үйрету кезінде Кюзенер таяқшасының өте керемет әдіс екендігін білдім және соны сабағымда қолдандым. Оны арнайы Ресейден алдырттым. Қазір мен экранды былайға да шығарып қояйын. Неге мынандай болып тұр екен? Жақсы, сонда мына жерге мен айта берейін. Қазір кейіннен мен оны көрсетуім керек еді. Фотоға түсіріп жіберемін онда топқа. Қазір мен уайымдап отырған уақыт бітіп қала ма деп уайымдап отырмын. Осындай қараңыздаршы, Кюзенер таяқшасының пайдасы туралы білдім. Мына жерде сандарды үйретуде, көлем мен ұзындықты үйретуде, сын есім шырайларын ажыратуда, жаңа сөздерді игертуде, сөйлемді перифраза жасау кезінде осы Кюзенер таяқшасының өте тиімді әдіс екендігін білдім. Осы әдебиетке шолу жасап іздену барысында. Кюзенер